Қазақ халқының көрнекті ақыны, драматург, прозашы, фельетоншы, сатирик, журналист, аудармашы және қоғам қайраткері Ілияс Жансүгіров 1894 жылы дүниеге келген тарихи тұлға. 1912 жылдан бастап өлең жазуды бастаған ақын қазақ әдебиетінде қара өлеңнің құлагері деген атпен танымал болды. Қазақ әдебиетінің сан түрлі жанрында қалам тербеген талантты Тарланбоздың қаламынан туған күй, күйші, дала поэмаларының ішіндегі ең бір шоқтығы биік туындысы құлагер поэмасы еді. Қазақ халқының тарихында 19 ғасырдың екінші жартысы мен 20 ғасырдың бірінші жартысында өмір сүрген әнші, жыршы, ақын, сазгер Ақан серінің Қалаберді Алталаштың аяулысына айналған жүйрік тұлпар құлагердің соңғы бәйгесі туралы жазылған бұл поэманы көзіңе жас алып тебіренбей оқу мүмкін емес. Құлагер поэмасы Ілияс Жансүгіровтің эпикалық жырларының ең соңғысы және поэзиясының ең биік шыңы. Поэмаға арқау болған оқиға Ақан сері мен оның тұлпары құлагердің Сағынайдың астында 1300 ат қосылған аламан бәйгеде өз бағын сынауы. Поэма сюжетін құрайтын оқиғалар адамды бей-жай қалдырмайды. Күреңбай сыншының құлагердің тұлғасына, бітім болмысына қарап айтқан сөзі батырашты күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырып, ақыр соңы қара ниетін жүзеге асырумен аяқталады. Аламан бәйгеде 1300 аттың алдында жұлдыздай ағып жүйткіп келе жатқан қайран құлагерге тосыннан ұрылған айбалта ажал құштырмай қоймады. Жазықсыз арғымақ көмбеге санаулы шақырымдар қалғанда Қаскөйдің қолынан қаза тапты. Құлагер өлімі тек Ақан үшін ғана емес, қазақ үшін де қайғылы жағдай еді. Ақан айдалада құлагердің басын құшақтап, зарлап, жоқтау айтып қала берді. Құлагер Ақан серінің сұлулығы, идеалы. Ақан мен тұлпар өмірі ажырамас тұтастық. Тарихтың терең қойнауынан сыр тартып, шежіре шерткіңіз келсе, Ақанды түсініп, құлагерді танығыңыз келсе, Ілияс Жансүгіровтің Құлагер поэмасын оқып көріңіздер. Қадірлі бағас алтын анам тілі, сенімен бағаланған балаң түрі, төрт бөліп түн ұйқысын жұбатам деп, сенімен әлдилеген анам мені. Маңымды сеніменен танығамын, сеніменен қуанып налығамын. Дене ауырлап жан жалқау тартқан шақта, деп шаршап дем алып шалығамын. Халқымыздан құт береке дарыған, ежелден ақындық, батырлық, даналық мекені, Жетісу өлкесінің перзенті Ілияс көкірегіне жас күнінен бастап, ән мен жырдың, өлең мен күйдің небір асыл нұсқалары ұялаған. Табиғатынан дарынды жаратылған зерек бала ел даналығы дариясында еркін жүзіп, уызға жарып, асыл байлықты бойына сіңіре білген. Ілияс Жансүгіров қазақ әдебиетінде үш бәйтерек болса, соның бірі де бірегейі Ілияс Жансүгіров. Өзінің жалынды жырлары мен кең көлемді шығармалары арқылы қалың оқырманына жол тартқан Ілияс шығармалары өміршеңдігімен маңызды. Оның Ілиястың кез келген өлеңін алып қарасаңыз да тәрбиелік мәні зор, рухани алтын қазына. Ілиясты танығыңыз келсе, Ақан серінің өмірімен танысқыңыз келсе, құлагердей дүлдүлге мініп, шапқыңыз келсе, Ілияс Жансүгіровтің Құлагер поэмасын оқуға сіздерге кеңес беремін. Қазақтың суреткер ақыны Ілияс Жансүгіровтің шығармаларын оқи жүрейік.